Қайырлы күн қыздар, бүгін мен сіздермен дастарханда әдемі тұратын тойымды әрі бірден желініп қоятын осындай ерекше салатпен бөлісемін. Басқа ингредиенттерді алдын ала күштен өткізіп қойдым, енді жұмыртқаны да дәл сондай пішінде етіп турап аламыз. Енді жұмыртқамызды, қиярды, алдын ала дайындалған картофель пай мен карри салатын және піскен қызылшамызды тарелкеге бірінен кейін бірін орналастырып шығамыз. Тарелкемізге барлық ингредиенттерді қойып шықтық. Енді майонезін салып ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.